құрметті әріптестер, бүгінгі сабағымда бастамас бұрын мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Ұлпан Абдышар Мұхамбетқалиқызы Оранқұл орта мектебінің 2-ші санаты тарих пәні мұғалім болып жұмыс жасаймын. Мен осы мектепке тәжірибеге барған кезде осы орта мерзіммен жасай отырып, орта мерзімінен бір қысқа мерзім тақырыбын жоспарын жасадым. Бұнда ең алғашқы алған сыныбым 10-шы А сыныбынан Қазақстан тарихы, жаратылыстану математикалық бағыттағы сыныпты таңдадым. Ең алғаш осы сыныпты таңдамас бұрын өткізе отырған 4 сабағымның тараудағы ежелгі темір дәуірде Қазақстан тарауының 2-ші сабағын алып отырмын. Ерте темір дәуірде Қазақстан. Бұл сабақты алмас бұрын мен өзімнің үйренген тәжірибемде 7 модельді ықпалдастыра отырып, осы сабаққа кірістірдім. Кірістірмес бұрын өзімнің жалпы осы сыныпқа өткізудегі мақсатым осы 7 модельдің ішінде жаңа тәсілдерді пайдалану арқылы оқушыларға білім бере отырып, бұрынғы өтілген сабақтардан өзгеше болатындай, және оқушылардың шын сезіп қызығушылықтарын таныта алатындай көз жеткізу болды. Сабақты ерекшелеп жаңа әдіс тәсілмен өткізу болды. Бұндағы ең алдына қойған міндетім 7 модельді кіріктіре отырып сабақ өткізу, сабақ барысында сыни тұрғыдан ойлайтын баланы қалыптастыру, оқушыларды әділ нақты бағалауды дамыту, сурет арқылы сабақ айтуға үйрету, талантты және дарынды балалармен жұмыс жасау. Және де сонымен қатар осы міндеттерді қоя отырып, мен жалпы сабағымның барысын осы 7 модельді ықпалдастыра отырып көрсеттім. Ең басты ұйымдастыру бөлімі формасында оқушыларды жинақтап, амандасқаннан кейін сыныпты жинақтай отырып, ең бірінші өзі сабаққа зейін аудардым. Және бұнда ең бірінші миға шабуыл, сабақтың тұсаукесерінде миға шабуыл. Біз тақырыпты ашпас бұрын балаларға сұрақ жауап арқылы сабағымды бастадым. Тақырыбын аштым. Және оқушылар мақсатын анықтады. Бұны қазір келесі слайдтарда көрсетіп өтемін. Екінші, топтастыру. Оқушыларды осы үйреніп келген жаңа әдісім бойынша оқушыларды топтастырдым. Бұл топтастыру 300 арқылы. Бұған да кейін тоқталып, және сабағымның негізгі бөлігіне тоқталдым. Бұнда негізгі бөлімде тапсырмалар. Тапсырмаларды алғашқы бірінші тапсырмам осы топтық жұмыс. Бұнда оқушыларға жаңа топтастырылған бойынша бүгінгі тақырыптың жаңағы критерияларын құра отырып, оқушыларға әр топқа әртүрлі тақырыптың бөлімдеріне байланысты постер қорғауға тапсырма бердім. Келесі жұптық жұмыс болды. Бұнда да оқушылар осы үйренген, постер қорғауда үйренген осы сыныпта білімін жинақтай отырып, оқулықты пайдалана отырып, әр оқушы стикер арқылы сұрақтайды. Жазылған сұрақтарды бір-біріне алмастыра отырып, жауап берді. Жұптасып отырып. Бұдан кейін оқушылардың сабаққа тапсырманы орындағаннан кейін сергіту сәтін жасады, акт арқылы. Бұларды сергіту сәтін. Содан кейін сергіту сәтінен кейін оқушыларға 10 сұрақ деп аталатын сабақты ойын түрде өткіздім. Бұнда оқушылардың қызығушылығын байқадым, және бұл сыни тұрғыдан ойлай білді, таланттылығы, шеберлігі, сөйлем мәдениеті осы ойын арқылы да көрінуді айтуға болады. Сабақты қорытындылап келе, оқушыларға бүгінгі сабақты өздерінің ойларын, түйгендерін сұрақ жауап арқылы айтты. Жалпы осы үйге тапсырма берді. Бұл үйге тапсырма сенген әдісі бойынша 5 жолды өлең құрастырып келу. Бұны да акт арқылы көрсеттім. Жалпы топтық жұмыс барыстаған кезде әр топ сайын оқушылар топтық бағалау беріп отырды. Бағдаршам арқылы тағы сол сәт. Және де кері байланыс жүрді. Бұл кері байланыс әдеттегідей өзіміздің үйреніп кеткен стикер арқылы, смайликтер арқылы жасалуы. Бұл менің сабағымның сөйлем барысы. Және осы сабақтарымда 7 модельді ықпалдастыра отырып байланыстырдым. Сабақты енді жеке-жеке тоқталатын болсам, сабаққа жаңа бірінші ең бірінші оқушыларды ұйымдастырғаннан кейін біздің мақсатымыз бірінші тақырыпты анықтау болды.
мына суреттер арқылы оқушыларға қаншалықты қандай сурет көрсін, бұл суреттен не байқаймыз деген сияқты мына суреттер арқылы, слайд арқылы аштым. Оқушылар, мысалы, бірінші суретте не көріп тұрмыз дегенде, оқушылар темір дәуірі қалған темір тиындар деп солай білгендерін айтты. Екінші, ол темірден жасалған бұйым және темір дәуірінен жасалған мата, дәуірінен қалған мата деп. Осыдан келе не оқимыз дедік. Себебі біз осының алдында біз сақ және сармат тайпалы, осы тараудың аты ерте темір дәуірінде Қазақстан болғанда алғашқы тақырыбымыз сақ және сармат тайпалары болды. Енді екінші тақырыбымыз біздің кешегі өткен тақырып байланыстыра отырып, мына слайдты көре отырып, оқушылар тақырыпты анықтады. Ерте темір тайпаларының шаруашылығы. Бұл яғни сол кездегі шаруашылық, темірден жасаған бұйымдар болса, бұл шаруашылықтар. Және де енді тақырыпты анықтағаннан кейін мақсатын айта білейік. Мақсатын құру бұнда ерте темір дәуірі тайпаларының шаруашылық туралы сонда мағлұмат алатын балалар өзі анықтады. Тақырыпты ашқаннан кейін мақсат айтылғаннан кейін оқулық бойынша сабақтың критерийлері құрылды. Оқулықта бірінші ежелгі металлургия, зергерлік өндіріс, қыш өндірісі деген сияқты тақырыптың өз бөлімдеріне қарай критерий құрылды. Содан кейін тақырыпты ашқаннан кейін сыныпты жалпы ережеге өткізген 4 сабағының барлығында да ережеге бағындық. Сыныпқа ереже, күнделікті сабақтың ережесі құрылып отырды. Ережеге бағыну қадаған. Жаңа айтып кеткен бөлімдердің ішінде топтастыру. Оқушыларды мен мына жерде 300 арқылы дедім ғой. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Бұл жүзге қандай роль атқарады? Әр оқушы қолдарына, мысалы, кіші жүзге адай, байұлы, әрімұлы, арғын, орта жүзге тағы сияқты рулардың әртүрлі кеспе қағаздарын алды оқушылар. Сосын әр столға орта жүз, ұлы жүз, кіші жүз қойды. Әркім қолдарында руларына қарай отырып, өз сол столға барып отырады. Бұл 300 арқылы топтастырдым. Және бұл топтастыру сәтті шықты деп айта аламын. Бұл көрініс жаңа тақырыпта ашу мақсатында анықтауда оқушылардың сұрақтарға жауап беруде. Жаңа айтып кеткендей, негізгі бөлімнің алғашқы тапсырмасы біздер постер қорғау деп алдық. Жаңа оқулықтан ең алғашқы осы сабақта мағлұмат алды. Бұл постерді топқа бөлдім оқушыларды. Жаңа бүгінгі сабақтың критерийі ежелгі металлургия, зергерлік өндіріс, қыш өндірісі болды. Бұл топта оқушылар сыныпта өзі 11 оқушы, сабақта сол күні 10 оқушы болды. 3 топқа бөлініп, бір топта 3 оқушы, бір топта 3, келесі топта 4 оқушы. Себебі оқушылар тоншасы азайып қалмайлы, сыныпта барлығы сондай өзі 10 оқушылар кейін. Бұнда бұл бірінші топтың қорғаған жұмысы жасаған, екінші топ зергерлік өндіріс жасаған көріністер, үшінші қыш өндірісін жасаған постерлері. Бұнда ең басты осы постерді қорғауда мен оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер және талант және дарынды балаларды оқыту. Осы модельді ықпалдастыра отырып жасады. Бұнда постер қорғауда таланттылығы да көрінді, сурет салу шеберлігі де байқалды, әдіс тәсілдерді ерекше қызығушылық. Және де бұларға оқушыларға уақыт белгіледім. Уақытты акт арқылы уақытқа қойып. Бұл оқушылардың постер қорғағанда көрінісі қысқаша үзінді көрсететін болсам. Қысқаша көрінісі. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қыш өндірісі. Тектен кездерінде қоныста, оларға қоныста пайдаланған ыдыстың көбі қыштан жасалғаны байқалды. Енді осы қыштан технологиясы әсері болса, бірінші сүйті даярланған кейін өңдеген. Бұл бірінші топтың қорғаған көрінісі. Екінші топтың жасаған жұмыстары бойынша. Металлургия осы ежелгі атауларымен басталып, осы ежелгі металлургияның орталықтары орталық және шығыс Қазақстан аймақтары. Бізде осы тақырыпқа байланысты ежелгі металлургия қанша жасады, аттың ауыздығы және байқаудың суреттерін бейнеледі. Темір өндірісі 7-8 ғасырларда пайда болды. Металлургияның металлургия
3 топтың қорғаған жұмысы. Бұнда постер қорғауда осы сыныпта 10 оқушыда түгел постер қорғады. Топтың барлығы бірдей қорғады. Және топқа шыққан оқушылардың топта қалып қойған оқушы болған жоқ, барлығы да осы топта қорғай білді. Үндемей қалған оқушы болмады. Және келесі жаңа негізгі бөлімнің екінші тапсырмасы бойынша бұнда бұлда да жаңа тәсілдердің бірі негізі жаңа жұптық жұмыс сыни тұрғыдан ойлау білді, акт арқылы және оқытуда жаңа тәсілдер моделін қолданды. Бұнда 10 сұрақ деп аталады. Бірінші жұптық жұмыста бұнда жаңа айтып кеткендей стикер арқылы оқушылар сұрақ жаза білді. Жазған сұрақтан келесі оқушы жауап беру арқылы бұл жұптық жұмыс жүрген байқалды сыныпта. Және де жұптық жұмыстың нәтижесі бұл байқалды. Топтық жұмысқа, жұптық жұмыста оқушы одан да жауапкершілік өзі сезінеді екен. Екі оқушы дараланғаннан кейін. Содан кейінгі бұл жұптық жұмысты мен жаңағыдай сыни тұрғыдан ойлау, оқыту жас ерекшелігіне байланысты модельдермен байланыстырдым. Одан кейін сергіту сәті, бұл сергіту сәтінде оқушылар қызығушылықпен жасады. Және өздері акт арқылы. Қазір жұптық жұмыспен сергіту сәтінің қысқаша видеосын көрсетіп жүрейін. Бір видеоға қамастырылады. Оқушылардың жаңа топтық жұмыстарда бағалаудағы бұл бағдаршам арқылы бағалады. Бұл жаңа жұптық жұмыс және сергіту сәтінің қысқаша үзіндісі. Енді бұл тапсырмаларды орындағаны 2 тапсырма және сергіту тапсырмасы орындағаны біздің 3-ші тапсырмамыз 10 сұрақ. Бұл 10 сұрақ тапсырмасы бойынша бұл да сәтті шыққан ойындардың бірі. Және де осы сабақтың ішіндегі ең тапсырмалардың қызықты өткені өзіме ұнағаны осы 10 сұрақ ойыны болды. Балалар сыни тұрғыда ойлана білді, қызығушылығы байқалды. Бұнда ойынның шартын көрсетпес бұрын, бұнда біздер жасырылған суретті табу. Оқушы қандай суретті жасырылған өзі сұрақ қою арқылы, қандай сұрақ қойса да өзі сұрақ қою арқылы табу керек болды. Бұнда тарихқа мысалы оқушы қазір маңдайында алтын адам бейнесі жасырылған. Бұл ойыннан қысқаша, тапсырмадан қысқаша үзіндік көрсетіңіз.
3 топқа да 3 топтан бір оқушы шығарып осы ойынды тапсырмаға байланыстыра отырып жасады. Балалар қызығушылық жаңағыдай сынды тұрғыда ойлады. Енді бұдан сабақтарында жалпы жаңағыдай тапсырмаларды қорытындылай келе оқушылар бағалады. Әр тапсырма сайын бағалады, бағдаршам түсі арқылы және пікірлерін айту арқылы бағалады. Сабақтың соңында үй тапсырмасы берілді. Бұнда үй тапсырмасы сенкілік әдісі жаңа 5 жолды өлең акт арқылы оқушыларға бәрімізді білеміз. Бір зат есім, 2 сын есім, 3 етістік, 5 жолды құрауға соңында жат есіммен аяқталады. Және де оқушылар сол күнгі сабақтың ерекшелігі рефлексия арқылы кері байланыс жасады, смайликтер арқылы және стикер арқылы сол сабақта өздерін көрсете білді. Сабақ ұнаған болса, мына жерде мысалы күліп тұрған смайлик күлмейтін аналарға қоймағаннан сабақтың қызықты өткенін байқадым. Осы жалпы қойылған мақсатқа байланысты мен күтілетін нәтиже оқушылардың қызығушылығын арттыра білдім. Жаңағыдай критерийлердің барлығы орындалды. Топтық жұмыста балалардың топтасқанын, сөйлеу мәнерлігін, сурет салуда шеберлігін байқадым. Бұда шығатын нәрсе. Енді жалпы табысты оқытуда мұғалім өзімді айтатын болсам, мысалы, сол модельді жасалып өзімнің көшбасшылығымды байқадым. Бұл әріптестермен жұмыс істеудің тиімділігі, сабақ сайын кері байланыс жасау керектігін түсіндім. Жауапкершілігім артты. Яғни аз сөйлеп көп тыңдалды. Бұл сабақта алған түйгенім. Ал оқушылар осы топтық жұмыс жасаудың тиімділігін түсінді. Өзара өз-өзін бағалауды үйренді. Сонымен қатар ынтымақтастық атмосферасы қалыптасты. Сөйлеу мәдениеті сенімі нығайды. Бұл жалпы сабақты қорытындылай келгенде осы түйгенім болды. Сабақта енді барлығы керім өтпеген, соқтасуды сәтті өтті деп жатырмын, бірақ енді кішкене арасында сәл оқушылар рулардың қай руға баратын білмей алған кейбір оқушыларда болды. Бірақ ақыры өздері жинақтала келе топқа бөлінді. Басқа тапсырмаларда да жалпы сабақта барлығы қатыса білді, және осылар дейін қатыспай жүрген оқушылар топтық жұмыста постер қойғанда сөйлем қылып айта білді. Бұрындары бізде осы сабақтың жаңа әдіс тәсілдің маған ұнайтыны, әсіресе тарих сабағында өзіме жақсы пайдалана аламын деп айта аламын. Себебі бізде тарихта кітаптағы, мысалы, бұрын кітаптарын қамтимыз, ол кітаптарын міндетті түрде түгел жеткізіп, үнемі жақсы оқитын оқушы тарихтың барлығын айтып отыратын, сыныпта тек 2-3 оқушыны бағалайтын едік. Әсіресе оқушының 2 сөз айтқаны қанағаттанбайды. Себебі бұл бізде тарихтың барлығын жақсы айтқанда ғана бар, осы жақсы оқиды, аяғына дейін сабақты үй тапсырмасын оқып келген деп сөйтіп қабылдайды. Ал мына бүгінгі жаңа тәсілден мен бүгінгі жаңа тақырыпты түгелдей оқушының өзі постер қойған арқылы, жұрттық жұмыс сұрақ қою арқылы қамтығанын байқадым. Сонымен сабағымда осы түйетінім жаңа әдіс тәсілдерді пайдалану, осы оқудың 7 моделін ықпалдастыру, болашақта ары қарай осы жұмысты дамыта беріп, дәстүрлі сабақтан қолданбай шығамын. Ойымды түйгім келеді. Жаңа бағытқа бір жол атады. Жаңа бағытқа бұру. Жинағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Мұнайлы ауданы нөмір 5 орта мектептің география пәні мұғалімі Сөйсенова Феруза Әбжетқызы. Педагогикалық шеберлік орталығы менен Кембридж университетінің бірлесе отырып, 7 модульді бағдарламасын негізге ала отырып, жаңа тәсілдерді әрбір сабақшамызға енгізу мақсаты болатын. Міне осы мақсатта мен өз сабақтарымды жоспарлап, яғни қысқа мерзімді сабақтар топтамасын жасап шықтым. Міне осы арқылы оқушыларға жаңа білімді меңгертуге тырыстым. Және оны сол сабақтарымның біреуі халықтың ұлттық және діни құрамы тақырыбын сіздерге таныстырып өтсем. Бұл тақырыбының мақсаты халықтың ұлттық құрамын нақтылау және діннің Қазақстан бойынша таралу түрлерін анықтау болып табылатын. Енді бұл жердегі шығатын нәтижем халықтың ұлттық және діни құрамын анықтады, депопуляция ұғымын ашып, қазақ диаспорасын шетелдегі таралу деңгейін түсінді, сын тұрғысынан ойлауды үйренді. Яғни бұл сабақты бастамас бұрын алғашқы сабақтарындағы қателіктерімді, яғни кемшіліктерімді
түзету үшін, яғни ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру болды. Міне сол мақсатта оқушыларды мен алдымен шаттық шеңберіне жинақтап алдым. Жинақтап алып, оларға өздерінің бір-біріне деген ыстық лебіздерді тыңдағым келді. Міне сол арқылы оқушыларды шаттық шеңберге орналастырып, бір-біріне тілектерін жеткізуді ұсындым. Яғни барлығы да өз тілектерін айтып, шаттық шеңберіне орналасқаннан кейін мен ортаға дөңгелекшелерге орналастырылған сандарды тастадым. Яғни ол сандарды алу арқылы, яғни 1 таңбалы, 2 таңбалы, 3 таңбалы, 4 таңбалы, 5 таңбалы сандарды таңдай отырып, олар өздерінің топтарын анықтады. Міне ол сандарды таңдап алғаннан кейін топтарға орналасуын ұсындым. Әрқайсысы өзінің сан деңгейлері бойынша топтарға орналасып алды. Міне осылай алғашқы ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру сабағымды бастауға үлкен ықпалын тигізді. Міне содан кейін барып оқушыларға видеоролик, яғни бейне түсірілім тамашалаттым. Яғни онда халықтың ұлттық және діни құрамы туралы, Қазақстан бойынша таралу деңгейлері туралы түсініктеме беріліп өтті. Оны мен мектеп ЕЕДУ сайтындағы кітапханадан алып, яғни электрондық оқулық ретінде мен оны тамашалауға ұсындым. Міне осыда барлық Қазақстан халқының таралу деңгейі мен ұлттық құрамы туралы толық мәліметтер беріліп кеткеннен кейін мен оқушыларға әрбір топқа тапсырмалар бердім. Ол тапсырмалар төмендегідей болды. Яғни әр топқа жеке-жеке тапсырма берді. Бірінші топқа халықтың ұлттық құрамы бойынша талдау жасаңдар дедім. Екінші топқа депопуляция ұғымын қалай түсінесіңдер. Үшінші топ диаспора деген нені білдіреді. Шетелдік қазақ диаспорасы туралы не білеміз. Республика аумағы бойынша ұлт өкілдерінің таралу ерекшеліктерін қалай түсінесіңдер деген бірінші тапсырманы әрбір топтарға бөліп тастадым. Міне сол кезде оқулық мәтінін пайдалана отырып, бейне түсірілімнен тамашалаған ойларын тыңдай отырып, ескере отырып, олар өздерінің әрбір тапсырмаларын орындауға тырысты. Әрбір топтан өздерінің тапсырмаларын қорғау шығуға ортаға шықты. Міне сол кезде оқушылардың жаңағы әрбір термин сөздер арқылы жұмыс жасауын қадағалап отырдым. Міне ол кезде оқушылар әрбір тапсырманы ыждағаттылықпен орындап, өз ойларын ортаға салуға тырысты. Яғни халықтың ұлттық құрамы бойынша, яғни Қазақстандағы таралу деңгейі бойынша анықтағанын менге түсінікті болды. Екінші тапсырмада, яғни ол ой толғаныс деп отырғанымыз Қазақстанда кең таралған діни ұғымдарға баға беріңдер, табынатын заттарына қарай көріс көрсетулеріңе де болады деген тапсырма бердім. Міне бұл тапсырмада оқушылар ойлана келе топта жұптық жұмыс жасай отырып, олар өздерінің ойларын ортаға салды. Қазақстанда қазіргіде Алматыда, Жамбылда дүнгендер, Алматыда ұйғырлар, өзбектер деген Түркістан, Шымкент және Тараз қалаларының маңындағы ауылдық мекендейді. Ал корейлер Қаратал өзені мен Сырдария өзенінің ағысында және де батыс және шығыс қалаларында тұрады. Соның ішінде орыс, тағы басқа халықтар жүрген қазағы 11% Қазақстанда. Қазақстан мемлекетінде 33,7% орыс мемлекеті құрайды. Қалған пайыздарды басқа мемлекеттен көшіп келген азаматтар құрайды. Бұл өкілдерін атаумен атаймыз. Басқа ұлт өкілдері орыс, украин, белорус, қарақалпақ, қырғыз, түркмен, басқа ұлттар кіреді. Диаспора мысалы ретінде қазақтар да болады. Қазақ халқының қазіргі 5 миллионнан астамы басқа тысқары елдерде өмір сүреді. Бұны қазақ диаспорасы деп атайды. Қазақ диаспорасы деп атайды. Өте жақсы. Диаспора дегеніміз сонымен басқа ұлт өкілдерінің. Бірақ Ауғанстанда да қазақтар көптеп кездеседі. Олар енді кімге болып есептеледі? Қазақ диаспорасы. Талқылатты, содан кейін барып оқушыларды шаршатып алмау үшін сергіту сәтін жүргізді. Жақсы.
тексеру уақытында сергіту сәтін жүргіздім де, содан кейін барып екінші тапсырмаға көштік. Яғни бой толғаныс Қазақстанда кең таралған діни ұйымдарға баға берілу керек және табынатын заттарына қарай көрініс көрсету керек болды. Яғни бұл тапсырманы қосымша мәліметтер ретінде актіні пайдалана отырып, өздеріне қажетті мәліметтерді алуды ұсындым. Міне осы кезеңде оқушылар өздерінің тапсырмаларын орындап шықты. Соңғы халық санағы бойынша Қазақстанда ең көп ұстанатын дін ислам діні. Буддизм дініне жататын үнді халқының біз салт дәстүрге көрсеткен береді. Жалпы үнді халқы Құдайға сенеді, Құдайға деп ойлайды, бұлар барлық арман тілектерін бәрін Құдайға айтады. Егер біз солай айтсақ, біздің тілегіміз орындайды деп ойлап, соған кішкене сақтап қойып қояйын деп. Енді аяқтап кететін шығар, сын кешіресіздер. Біз былай отырып, Құдайға табынып. Және де мынандай салт дәстүрлері бар. Гүл шашағын Құдайдан ағаш шашады. Яғни солай істесек, біздің арман тілегімізді орындайды деп ойлаймыз. Отырып сақтап тұрмыз. Ана мүслімдегі дейтін болсақ, олар Құдайының мүслімнен алдына келіп өздерінің жаңағы сипаттарын алып, және оны 3 рет теріс айналдырып, және өздерінің ішінен тілектерді айтады. Егер тілектерді айтып болғаннан кейін, олар жаңағы гүл шашағын шашқаннан кейін әртүрлі тағамдарды ұсынады. Ал содан кейін бұл жерде жаңағы мысалы мына жерде бізде кір жайылып тұрған болса, олар мына жерде Міне осылай ұлттық діни құрамдары бойынша өздерінің талқылауларын жүргізіп өтті. Одан кейін үшінші тапсырма бойынша тосын сұрақтар бердім, яғни әрбір топқа тосын сұрақтарды жүргізіп отырдым. Яғни топтарға елімізде қалыптасқан діни ұйымдар туралы көзқарастары қандай деген сияқты. Енді жаңағы ашық сұрақтан енді келесі жабық сұрақтан келесі ашық сұрақтарға көше бастадым. Яғни бұл жерде оқушылардың ойлануын талап етті. Лезде ойланып келесі тапсырмаларды орындау керек болды. Яғни елімізде қалыптасқан діни ұйымдар туралы көзқарастарың қандай? Көзқарастарың қандай деген тапсырма сұрақ қойғанымда олар Қазақстан бойынша таралған діндер, яғни басым діндер бойынша айтып шықты. Басым діндер деп отырғанымыз ол Қазақстанда қазір кеңінен таралған ислам діні мен православия діні туралы айтып кетті де, және оның қасында басқа діндердің де бар екенін айтып өтті. Яғни синтоизм, католизм, иудаизм діндері туралы айтып өтті, және олардың табынатын заттары бойынша әрбір топ өз ойларын ортаға салды. Келесі тапсырмам келесі сұрағым елімізде оралған отандастарымызға жасалып жатқан әлеуметтік қолдау туралы пікірлерін қандай дегенде де олар әрқайсысы өз ойларын айтып жатты. Яғни бірінші топ бойынша елімізде оралған отандастарымызға жасалып жатқан көмек қорларын айтып кететін болса, екінші топта қызу талқылауға түсіп кетті. Ол кезеңде олар жаңа елімізге оралған отандастарымызға көрсетіп жатқан, яғни әртүрлі құжаттар дайындаудағы қиыншылықтар туралы өздерінің ойларын ортаға салды. Келесі топ болатын болса, олар әрбір отанымызға көмек қолын созып, оларға баспаналар беру және сонымен бірге әртүрлі балаларына мектептерге орналасу туралы өздерінің көмегін беріп жатқандығы туралы өздерінің ойларын ортаға салды. Міне осылай өздерінің осы сабақтағы алған білімдері туралы толық мәліметтерді жинақтап алды деп ойлаймын. Және содан кейін топтар бір-бірін бағалап шықты. Яғни үй тапсырмасы, одан кейін бірінші тапсырма, екінші тапсырма, үшінші тапсырма бойынша бағалау бетшелерін әр топқа таратып бердім. Міне сол арқылы бірінші бала өзін-өзі бағалады. Яғни бұл жерде әділ бағалау жүрді деп ойлаймын. Себебі оқушы егер сабаққа толық қатысып отыратын болса, онда ол өзін толық бағалап шыға алады. Содан кейін екінші топ мүшелері сол оқушыны бағалайды. Содан кейін барып топ басшысы бағалап, сосын мұғалімнің бағалауы арқылы ортақ бағалау жүргізіліп өтті. Яғни жаңаша оқудағы оқушылардың осы сабақтағы іс-әрекеттері, яғни оқушылар топтаса жұмыс жасады, ойларын ортаға салып бір-бірімен келісе алды. Одан кейін
жұптық жұмыс жасады, әсер ету сәттерін жасау арқылы өздерінің жаңаша оқудағы іс-әрекеттерін көрсетіп бере алды. Яғни бұл жерде маған өте үлкен кедергілер тигізіп кездескен негізгі кедергі сөз қорының аздығы, яғни оқушылар тапсырманы жеткізудегі сөздік қорының аздығы, яғни әлде біздер олармен қарым-қатынас жасау арқылы олардың сөздік қорын молайтуымыз керек деген өзім ой түйіндедім. Ережеге бағынбау, яғни уақытты тиімді түрде пайдалана алмай, ережеге көбіне бағынбай бір-бірін тыңдамай отырып, міне сол кезде әлде де болса ережеге бағындыруға, яғни олардың осы тапсырмаларды толық орындауын талап етіп отыруым керек болады. Топқа бөлінудегі шашыраңқылық, яғни жаңағы топтарға бөліп тастаған кезде, сандарды алып топтарға бөлген кезде олар әрқайсысы өзінің сандарын алып сол жерге отыру емес, енді ол өзінің орнынан отырып келе жатқан орнына отырғысы келіп шашыраңқы түрде болды, бірақ жинақ жаңағы ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырып, олар топтарға жинақтауыма мүмкіндік туғызылды. Асыра бағалау, яғни бұл да менің ең негізгі кедергім болып отыр, яғни көбінесе жаңағы тапсырмаларды орындау кезде 4 алатын оқушыны жоғары деңгейде 5 деген бағалармен бағалап отырып, міне ол асыра бағалау менің үлкен кедергім болды. Ал енді нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артты, яғни көбінесе үнсіз отыратын оқушыларым, үндемей отыратын оқушыларым осы тапсырмаларды орындау кезде өзінің ойларын ортаға салғысы келді, және пікірлесіп ортада топта бөлісіп бір-бірімен оны ортаға шығып айтқысы келді. Сыни тұрғыдан ойлауы қалыптасты. Яғни қандай да бір тапсырманы беру арқылы мен ол жерде тек қана басшылық жасап отырдым, немесе бақылаушы ретінде тұрдым да, олар өздерінің тапсырмасын орындады. Яғни ол дегеніміз балалардың сыни тұрғыдан ойлай алатындығын көрсетіп отыр. Және ортақ пікірге келе алды. Топтаса отырып, олар өздерінің ойларын ортаға салып, ортадан бір оқушының соны талдап шығуы. Яғни одан кейін сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы. Сөйлеу мәдениеті ортаға шығып қалай сөйлеу керектігінің және сонымен бірге жүйелі түрде сөйлеу мәдениетінің қалыптасуы. Метатану дағдыларының қалыптасуы, яғни қалай оқу керектігін олар ары қарай оны қалай жетілдіру керек екенін түсінді. Өзін-өзі реттей алды. Яғни өзін-өзі реттей алып, топта қалай өзін ұстау керек, бір-бірін қалай тыңдау керек, және бір-біріне деген қарым-қатынасының жоғары деңгейде болу керектігін түсінді. Сосын оптимистік көзқарас, яғни міндетті түрде барлығымыз бірдей жалпылама түрде осы сабаққа толық қатысуымыз керек деген ойда болды. Міне бұл менің ең негізгі нәтижелерім болды. Әлі де болса бұл нәтижелерімді және сонымен бірге кездескен кедергілерімді жетілдіру керек. Яғни жетілдіру үшін мен дарынды және талантты оқушылардың қабілеттерін әлі де болса анықтай түсуім керек. Яғни әрбір тек қана дарынды немесе арнайы арналған жоғары деңгейдегі оқушыларды оқытатын мектептерде ғана емес, сонымен бірге жай мектептерде де дарынды және талантты оқушылардың барлығын, олардың талантын аша түсуіміз керек екендігін осы жерде аңғардым және сол бойынша жұмыстар жасау керектігін түсіндім. Және сонымен бірге критериалды бағалау. Яғни бұрын тек қана оқушы тек мұғалімнің бағалауымен ғана жүргізіліп жүрген болатын болса, енді оны мен өзім, яғни өзім бағалау емес, оқушылардың өзін-өзі бағалай алуы. Және сонымен бірге топ мүшелерінің бағалай алуы. Критерийге бағына отырып, өздерінің бағаларын қойып отыру керек екендігін ұғындым. Міне әлі де болса жасалатын жұмыстардың көп екендігін түсіне отырып, болашақтағы жоспарымда осы нәтижелерімді, кедергілерімді және сонымен бірге жетістіктерімді ескере отырып, мен болашақта әлі де болса осы жұмысымды ары қарай жалғастырып, талантты да дарынды оқушыларды анықтап және олардың оқу деңгейіне өте жоғары деңгейде жетулеріне, және өздіктерінен, өз білімдерін, өзінің жауапкершіліктерін арттыра түсулеріне мүмкіндік туғызуым керек болды. Бұл бағдарламаны оқи отырып, мен өзіме көптеген мәліметтерді алдым. Және сонымен бірге мұғалім тек қана білім беруші ғана емес, сонымен бірге дарынды бақылаушы ретінде де өзінің рөлін көрсете білу керектігін түсіндім. Яғни әрбір сабақтарыма осы
жеті модульдерді ықпалдастыра отырып, мен өз сабақтарының нәтижесін көруді алдыма жоспар ретінде қойып отырмын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Bilgi oranı konuşması, Paris kamerası. Benim böylesi oturup, кезеңнен кейін мектептегі тәжірибе уақытында орта мерзімді жоспар жасауды. Жоспар жасаудан бастап өзінің жұмыстары болды. Сол жұмыстар ең біріншіден 9-шы асынып өзім сабақ беретін құқық пәнінен қолға алдым. Құқық пәні 9-шы асынында сол 9-шы асындан бастап бірінші жүргізетін алғашқы әліпби кезеңі болып есептелінеді. Және осы құқық теорияларын ең бірінші адам мәселесімен бастайды сыныпта. Сонымен бірге осы тарауды жоспарлауда адам мәселесі деген тарау бойынша 4 сабақты жоспарлады. Бұның ішінде адам мәдениеті жасаушы, адамдардың өзара қарым-қатынас әлемі, ұжымдағы адам деген бір тарау, содан кейінгі келесі тарау қоғам ұғымы. Осы екі тарауды біріктіре отырып жоспар жасадым. Жоспар жасауда енді басшылыққа ең бірінші жаңағы ынтаның иерархиялық моделін жасаған Абрам Маслоудың жаңағы өзін-өзі таныту. Яғни бұл жерде оқытудың өзі де өзін-өзі таныта білу болып есептелінеді екен. Осы жерде тұлғаның өзін-өзі танытуын басшылыққа ала отырып, әрбір оқушының бойындағы жеке қасиеттерді, сабаққа бейімділік, бұрынғы білетіндерінен ендігі білетін жаңа ұғымға қарай бағыттау және өз беттеріменен тақырыптарды талқылай білуге, мәнін аша білуге, оның ақырғы шешімін синтездей отырып өздері шығаруға баланы жоспарлап отырып, осы жоспарды құрып шықтым. Бірінші адам мәдениет жасаушы деп аталады, одан кейін екінші сабақ адамдардың өзара қарым-қатынас әлемі, үшінші ұжымдағы адам, төртінші қоғам ұғымы. Бірінші тақырып өзі айтып тұрғандай адам мәдениет жасаушы. Бұл сабақтағы мақсаты мәдениет ұғымы туралы айту. Және осы мәдениетті жасаушы адамдардың өздері екендігін үйренуі. Қолданған әдіс тәсілдерінің атты модулі интерактивті тақта, сосын оқытудың жаңа тәсілдері, топқа бөлу, сыни тұрғыдан ойлау, диалогтық және әңгімелесудің түрлері бойынша әдістерді қолданып, одан күткен нәтижем оқушылардың мәдениет және оның рөлі туралы толық түсінік алу алда немесе. Содан кейін оқытушыны бағалау мен оқуды бағалау. Бұл топтың өзін-өзі бағалау, мұғалімнің бағалау және бірін-бірі бағалау арқылы жүргізіп, инклюзивті білім беру мақсатында постер салу, ассоциация жасау сияқты жаңа әдіс тәсілдерді пайдалану. Сонымен бірге пайдаланған ресурстарын бұл акты модулі, сосын әртүрлі стикерлер, фломастерлер, бағалау бетшелері сияқты пайдалану. Адамдардың өзара қарым-қатынас әлемі, бұл арада баланың түсінігі, адамдардың қарым-қатынас арасында қарым-қатынастың түрлері, ол қарым-қатынас қалай жасалады, соны ашу жөнінде мақсатқа алдым. Одан кейін мынандай әдістер пайдаландым: топқа бөлу, жұпқа бөлу, диалог, сосын бағалау және сыни тұрғыдан ойлау. Күткен нәтижеміз адамдар арасында қарым-қатынастың мәніне түсіну, немесе түсіндіру. Одан кейінгі бағалау жөнінде оқытушыны бағалау, мұғалімнің топты бағалау, өзін-өзі бағалау. Инклюзивті тапсырмаға келетін болсақ, білім беруге келетін болсақ, бұл жерде эссе жазу, балама сөздер табу, сурет бойынша сөздер табу. Ал ресурстар акты модулі, слайдтар, стикер, фломастер, әртүрлі қағаздар, бағалау әртүрлі бетшелер. Ұжымдағы адам деген тақырыпқа тоқталсақ, бұндағы мақсат ұжымдағы адам, ұжымдық қарым-қатынас туралы білу. Ұжымдағы адамдардың қарым-қатынасты қалыптастыра отырып, алатын келесі тараудағы алатын білімге қарай бағыттау. Бұның мақсаты ұжымдағы қарым-қатынас, ұжымдық байланыс, өзара түсінік туралы үйрену, сыни тұрғыдан ойлау. Күтетін нәтижеміз ұжыммен қарым-қатынастың мәнін ашты. Бағалау бұл оқытушыны бағалау, мұғалімнің бағалауы, өзін-өзі бағалау, топты бағалау. Инклюзивті білімге қарда эссе жазу, слайдтар бойынша шағын әңгіме құрастыру, ресурстарға акты модулі, интерактивті тақта, стикер, фломастер қағаздар әртүрлі.
Содан кейінгі келесі ұғым бұл күрделі осы үш тақырыпты қамти отырып, адамдардың өзінің адам мәдениетті жасаушы екенін, олардың сол мәдениет жасаудағы өзара қарым-қатынасының байланысы және соны жекелеген адамдар арқылы құрылатын топтар ұжым мәселесіне тоқтала отырып, осы үшеуінің қоғамға баратын баспалдақ екенін барынша білгізу мақсатында қоғам ұғымының тақырыбын ашу үшін мынаны мақсат етіп алдым. Қоғам ұғымы, қоғамдық қарым-қатынастар. Осының ішіндегі мына өтіп кеткен үш тақырып осыған келетін жол немесе деп есептеледі. Оған қолданған әдіс тәсіл оқытудың жаңа тәсілдері топқа бөлу, жұпқа бөлу, жас ерекшеліктер моделі және сыни тұрғыдан ойлау. Күтілетін нәтиже қоғам ұғымы туралы білімдерін кеңейту. Бағалау, ол оқыту үшін бағалау, мұғалімнің бағалауы, өзін-өзі топты бағалау. Инклюзивті білім беруге рөлдік ойындар, радиоға қоңырау, постер жасау сияқты барды алдым. Содан кейін ресурстар, ол акт модулі, фломастер, стикер, бағалау нәтижелерді алдым. Енді осы тақырып, осы жалпы осы сағатта, осы жоспар жасауға кезінде мен басшылыққа алғаным жаңағы мұғалімнің зерттеушілік бағытына қарай көп тоқталып осыны мақсат етіп алдым. Өзім осы орта мерзімді жоспар жасай тұрып, баланың үйренетін тақырыптарыменен алға қарай білетін, үйренгендер мен үйренетіннің арасына байланыс салу үшін. Осы үшін мен орта мерзімді жоспар жасау үшін бағдарламаның 7 модулін басшылыққа алдым. Бұндағы мақсатым осы жаңағы орта мерзімді жоспар жасаудағы мақсатым 7 модульді ықпалдастыра отырып, адам мәдениет ұғымдарын кеңінен түсіну. Бұнда ең бірінші оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Соның ішінде осы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, әрбір тақырыптың арасына байланыс жүргізіп, меңгерту. Одан кейін оқушылардың жаңа ұғымдарды өздері ашу, өз беттерімен жұмыстану. Содан кейін оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, соған әртүрлі тәсілдер, жаңа оқытудың жаңа тәсілдері, жаңа ақпаратты балалардың талдап, өзара түсініп, және біріне бірі ықпал ету арқылы тақырыпты меңгеру. Содан кейін бағалау үшін жаңағы әртүрлі самолеттер немесе кері байланыс жасау арқылы бала өзінің білімін өзі бағалап, білімге алға қарай қалай іздену керек екендігіне бала өзіне өзі ойлап қалады. Содан кейін бар актіні пайдалану, бұл актіні барлығын бірлесе байлана отырып дерек көздерін іздеуде баланың құзырлылық таныта білуіне ықпал ету. Сосын оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай оқытуменен талантты және дарынды балаларды оқытуды екеуін байланыстыра отырып алдым. Себебі бұл 4 сағатта бірден мынандай баланың талантын мынандай баланы ашып тастадым деп айту енді қиынға соқты. Себебі бейімділік кейбір балалардың жаңа тақырыпты меңгеру немесе тапсырмаларды орындау барысында шығармашылық қабілеттерін анықтай отырып, жалпы талантты және дарындылыққа қарай бейімділікті байқадым. Оқытуды басқару және оқудағы көшбасшылық дегеніміз бұл жаңа әдіс тәсілдерді пайдалана отырып өзгерістер енгізу. Баланың бойына бұрынғыдан өзгерістер енгізу. Енді орта мерзімді жоспар жасай отырып, мынандай нәтижеге жеттім деп айта аламын. Алдын ала жоспардың тиімділігі, сосын екі тарауды біріктіре отырып тиімді пайдалану, беретін білімді, сосын теорияның жүйелі жеткізу, игерім сапасының артуы, оқушылардың сабаққа кері байланысын жүйелі жолға қою. Кездескен кедергілерге айтатын болсақ, модульдерді орналастыру, дерек көздерін табу, біріне-бір тез сәйкестендіріп кетуге кедергі келді. Болашақта осы орта мерзімді жоспарды деңгейлерге бөліп дайындау, актіні пайдалануды жетілдіру.